Менің таныс жүргізушім бар. Шекараға апаратын айналмалы жолдарды біледі. Не шаруа? Ертең жол жүру керек болып тұр. Баяғыда ескі жол. Автобусынан қалып қойған едім, ала кетіңізші. Өшір автобус, есікті аш. Автобус жүргес бұл. Бір жерден бұрылып кет. Анау тұрған үйді көріп тұрсың ба? Соған қарай жүр. Сұңғат! Сұңғат деймін. Біз ескі жолдан бұрылып кеттік. Бір үйді көріп тұрмын. Кім? Кім бар? Otur. Beri gel. Al onu. Құй анаған. Бол. Ya әке. Шоқан, автобус Алло. бар, абайла. Алло. Автобуста Естілмейді. абайла. Комитеттің адамы бар деймін. Кім? Комитеттің Кім бар? адамы бар деймін.
Бәрібір де алысқа қашырмайсың. Отыр ана жерге. Тез. Отыр! Есек. Өзіңді атып алма. Мына жүргізе алатындар мармараланды. Қорықпаңдар, өздеріңе керек. Мен жүргізе аламын. Оталдыр. Отырыңдар, тез. Бак тесіліп қалған. Ішінде жанармай аз. Бірақ үлкен жолға дейін жетіп қалу керек. Рахмет. Сен есек десе таза есек екенсің. Біттің ғой енді. Алло. Сұңғат. Сұңғат емес. Мен Берікпін. Сұңғатты атып тастады. Қалай? Мәжиттің адамдары. Сөмке ше. Байымдамай қой, сөмке менде. Сен ең бастысы осында қалай тезірек жетуді ойла. Әйтпесе мұнда қазір Мәжит келеді. Қай жердесіңдер? Ескі жолға түскенде 2 сағаттай жол жүресің. Оң жағында үй болады. Мен сені осында күтем. Жақсы. Әкел телефонды. Телефонды әкел деймін саған. Тұрыңдар. Салма. Бол. Автобуспен ақ жетіп алатын адамсың. Екеуің шөлдемедіңдер ме? Күн жанып тұр. Қалай шыдап келесіңдер? Бұлай ыстықтаған шөлген артық. Сенің істеген ісіңмен салыстырғанда бұл саған әлі аз. Неге сонша ашулысың, дос? Жаныңдағын өлтірген үшін бе? Өзің де білесің ғой оның қандай адам екенін. Ол өзінің тиісті жазасын алды. Жоқ әлде білмейсің. Нең бар сен? Танымаған екенсің ба? Бағана білген. Жоңғардың адамдары сен сияқты емес. Олар өз істерін біледі. Сенің оларға қатысың жоқ екенін көрмек. Тапаншам бар деп батыр болып келесің. Андағын қалай атуды білесің бе өзі? А? Білмесең әкел. Үйретейін. Ұстазың болайын. Қайтесің ол жоңғарды? Оның дәуірі өтті. Маған істе, а? Бізге кел. Атуды үйренесің, ақшаны да табасың. Біріншіден, мен жоңғардың қол астындағы адам емеспін. Ал екіншіден, саған қосылмақ түгіл, сенің жанында жүргім келмейді.
Өйткені сен сияқты ласпен айналысатын адамдардың үстінен сасық еш шығады. Ал үшіншіден, мен аталам. Шай! Бас аяғыңды. Тез! Мына өзің бізден жоғары санайды, ә? Сасық деп қояды. Сен өзің таза адам болсаң, мында не істеп жүрсің сонда? Ә? Біз сенің ана Ерғалиңа қарағанда нақты қағидамен жүреміз. Сөзімізде тұрамыз. Айттым ғой мен саған. Мен Ерғалиға жұмыс істемеймін деп. Онда не істеп жүрсің мұнда? Қайырымдылықпен айналысып жүрмеген шығарсың? Шаруам болмасын. Шынымен айтшы, не істеп жүрсің мұнда? Жап деймін аузыңды. Бас аяқ, тез. Ана бұрышқа отыр. Бар. Сен анда бар. Бол тез. Бол деймін саған. Үйірмай сөйле. Сен айтпай-ақ отырам. Есек, су тауып көш бір. Өлетін болдық па? Мен саған қалжыңсыз айтып тұрмын. Мен де саған қалжыңсыз айтамын. Егер де көп сөйлеп басымды ауырта беретін болсаң, далаға шығарып қоямын. Күннің астында отырасың. Түсіндің бе? Бірдеңенің басын ашып алайық. Сен сонда бізді бастығың келгенше осы жерде ұстап отырмақшысың ба? Иә. Түсінікті. Менің де адамдарымның келе жатқанын білесің ғой, иә? Иә. Қайсысы бірінші келеді деп ойлайсың? Осылай отыра беретін болсақ, біздің болашағымыздың қандай болатынын айтып берейін. Сен былай да былай ойлайсың. Жолың болмады. Сен жақтан ешкім келмейді. Жоңғар келсе, сен құтыласың, мен жоқ. Бірақ менікілер бірінші келсе не істейсің? Ойландың ба? Ол кезде сені аяйды деп ойлама. Сені де, бағанағы ұрғандарыңды ұмытқан жоқ. Қазір су тауып келсең, кешіріммен қарауға болады. Бармайсың ғой? Онда өзің біл. Мен саған мүмкіндік бердім. Қойш болды. Тыныш отыр. Сен біздің автобусқа отырғанымызды қайдан білдің? Маңдадым. Сонда бізде о бастан-ақ ешқандай мүмкіндік болмады ма?
Бар болған сөмкені өткізіп жіберген керек еді. Қырсық. Ылғи да солай болады. Жоңғар ұсталу керек еді, бірақ қақпанға түскен сен. Ұсталады әлі болды. Қайдам. Бүгін ұстамасаңдар, енді ешқашан бұдан ыңғайлы мүмкіндік болмайды. Бірақ мен Ерғали ұстайтын адамды көріп отқан жоқ. Оның біз өзіміз жазасын береміз. Осы саған керек пе? Сен бұл істен алыс екенін көрініп-ақ тұр. Егер сен Ерғалидың адамы болсаң, автобустағыларды жібермейтін еді. Иә, мүмкін. Онда неге Ерғалидың жұмысын істеп өзің қолың ластап жүрсің? Соны түсінбеймін мен. Не істейсің енді? Солай болу керек болды. Айтпағым өзіңді қораға тығатындай Ерғали жақсы адам емес. Оны сен айтпасаң да жақсы бірақ. Онда неге оны айтқанда шықпай жүрсің? Онда комитетке оны ұстауға көмектес. Толық ақталмайсың. Бірақ жазаңды жеңілдетеміз. Сен ештеңені түсініп отырған жоқсың. Керісінше өзің түсінбей тұрған сияқтысың. Ерғали сияқты адамдарға көмектесіп өзіңе орға жатқаныңды білмейсің. Сөйтіп бір күні қандай терең шұңқырда отырғанды өзің байқамай қаласың. Ойлан. Әлде кеш емес ойлан. Ойланатын түгі жоқ. Мен ондай тәуекелге бара алмаймын. Мен ойлап отырғанына рахмет әрине. Бірақ бәрібір өз дегенім істеймін. Сөмкені өткізем, сосын өзімнің бұрынғы тыныш өміріме ораламын. Солай. Негізі мынау дұрыс айтады. Ерғали саған қандай уәде бергенін білмеймін, бірақ осыдан кейін өмірің бұрынғыдай болады деп ойлама. Сөзінде тұру оған тән қасиет емес. Кім айтып жатыр мына сөзді? Мен періште емеспін, бірақ сөзімде тұрам. Өтірік айтпаймын. Мысалы, мен саған көрсетем дедім бе? Көрсетем. Бірақ жоңғар ондай адам емес. Сол үшін де мен оны сыйламаймын. Кімге жұмыс істеп жүргені туралы айтайын. Біздің арамызда бір-біріміздің жерімізге кірмейміз деген келісім болды. Оны бұзды. Бір ме? Оқушыларға есірткі сатпаймыз дедік. Онда да сөзінде тұрмады. Біздің жігіттерге арасында өзінің адамдарын жіберіп тұратын. Бірақ мойындамайды. Оны қойшы. Біздің Асқар бар ғой. Бағана автобуста көрдің. Бір қолы жоқ. Иә. Ерғалидың жан досы болатын. Екеуі бірге көтерілген. Ондай адал адамды көрмедім. Еркек еді марқұм. Соны бізге сатылып жүр деп Ерғали күдіктеніп қинаған ғой. Бірақ ол кезде Асқардың бізге келетін ойда болмаған. Ол жай ғана себеп болады. Асқардың абыройы өзінен асып бара жатқанын көре алмады. Жігіттерден естуімше, Ерғалидың өзі Асқардың саусақтарын бір талдап кескен. Сенен егер оған бірдеңе керек болса, ол алмай қоймайды. Ол жолда аяушылық танытпайды. Әңгімең жақсы екен. Бірақ менің жағдайымды жақсартты деп айта алмаймын. Шындық солай. Сен шындыққа тура қарай білуің керек. Ерғали сені тірі қалдырмайды. Өйткені мына былығының бәріне куәгер сенсің. Сен шындықты жақсы көретін адам екенсің.
Ендеше осының бәрін маған не үшін айтып отырсың? Ерғали ұстағым келеді. Болды. Ол үшін маған сенің көмегің керек. Жоқ. Сенің адамдарың келмейтін болғандықтан жаныңды сақтап қалу үшін шырылдап отырсың. Солай ма? Егер мен жаным сақтап қалғым келсе, сендердің арттарынан аңдым. Автобусқа отырмайтын едім. Сөздеріңнің өтірік емес екеніне дәлел бар ма? Қандай дәлел? Сен мен айтқан сөздеріме сенбейсің ғой бәрібір. Ал сен өзіңді қорғап көр. Не деген кеп тұр? Ерғалиді не үшін ұстамақшы болдыңдар? Айттым ғой. Ерғали біздің қоғамға өте қауіпті адам. Сен сонда осының бәрін қоғам үшін істеп жүрмін деген келе ме? Енді не үшін? Шен, атақ, ақша. Тек қоғам үшін емес. Сен солай ойлайсың. Бірақ қателесесің. Мен ғана емес. Қазір адамдардың бәрі солай ойлайды. Бір адам үшін жұмыс істеп жүр дегенге мен сені алмаймын. Кешіріп қой. Бар, кейбір адамдар. Бір-біріне көмектескен сыңай танытады. Солай жағдай. Мен келіспеймін. Келіспесең де сол. Жарайды, мойындаймын. Сен сияқты адамдар көп. Бірақ елдің бәрі сондай емес. Сол бір-екі адам не істей алады? Айтшы, әлемді өзгерте ала ма? Адамдар жүрген көшені алайық. Ол көшеде ылғи қоқыс шашылып жатады. Ол қоқыс әрине ешкімге ұнамайды. Сол көшеден өткен адамдардың бірақ сөзі бар. Неге көше шашылып жатыр? Бұған кім жауапты? Бірақ сол айтқан адамдардың өздері суды ішіп, тамақтарын жеп, ыдыстарын сол көшеге шашып кетеді. Бәрінде бір сылтау. Онсыз да шашылып жатыр ғой, мен неге шашпаймын? Бірақ ешкім ол көшені жинағысы келмейді. Өйткені ешкімнің уақыты жоқ. Олар көшені қайтсын. Сөйтіп, ары-бері сол көшемен жүре береді. Ал жауапты адамдар. Ал жауапты адамдар тазалайды. Кешкісін бәрін жинап тазалайды. Ал ертеңгісін дәл солай былыққа батып жатады. Сен мына әңгімеңмен не айтқың келеді? Айтым келген мынау. Бәрі бірінші адамға байланысты. Егер бірінші адам қоқыс лақтырса, оған қалғандар ештеңе айтпайды. Бастарына бәлені қайтеді олар. Сөйтіп былықтарына батып жүре береді. Қазір біз екеуміз де сол көшедеміз. Ары қарай да сол былыққа батып жүре береміз бе? Әлде соны қолға алып өзгертеміз бе? Соны шешетін уақыт келді. Жоқ. Кешір. Көндіре алмадым. Мен тазаламайым. Басқа біреу жинасын. Тұр. Тұр деймін бе саған?
Келеңсің бе? А? Ал енді не болар екен? Кинода ғана осылай бола ма десең? Олай емес екен. Не болды саған? А? Жаңағы салмақ түрің қайда? Менің үстімнен сасық иіс шығады деп жатыр едің ғой, а? Мен ол ойымды әрі өзгерткен жоқпын. Қазір көреміз сөйлегенді, басың оқ дегенде. Мұны есекті жайратқаннан кейін кезек сенікі. Қару сенде ғана емес. Атып көр. Мені 2 метрден ата алмайды деп ойлайсың ба? Қыстырылмай жөніңе кетіп, мына есекпен неғып дос болып қалдың сен? Соңғы мүмкіндік берем тірі қалуыңа. Бағана құрғаныңды кешірдім. Сен ұстауы қолайлы сәт туып тұрғанда кетіп қалады деп ойлайсың ба? Жоқ, рахмет. Ай, сорлай қыстырылдың да қалдың ғой. Не керек саған, а? Ақша ма? Қанша? Айтсам тауып бере аласың ба? Сұрақ көр. Ондай ақша сенде жоқ. Одан да түрмеге отыра сал. Сол маған керек. Мен отырғыза алмайтын әлі миыңа жетпеді ме сенің? А? Тағы не айтасың? Сенбей тұрсың ба? Онда маған мынаны айтшы. Біз автобусты қайдан тауып келдік? Сенің адамдарың неге әлі келмей жатыр деп ойлайсың? А? Қазір келеді олар. Қой айналайын. Өзіңді алдасаң да мен алдамай қой. Өзіңе сенімсің ғой, а? Айтпай қойын деп едім. Тіліңді қышыттың. Сенің бастығың бізге жұмыс істейді. Сондықтан мен түрмеге отырғызам дегенің бос әңгіме. Қылмыскерге неге сенуің керек? Өзің біл. Бірақ менің өтірік айтып тұрмағанымды білесің ғой, е? Мынаны айтшы маған. Сөмкенің автобуста екенін сенен басқа кім білді? А? Сендер деші. Айтсаңшы, мына жігіттің көзін ашайық. Ешкім. Көрдің бе? Сондықтан тезірек кетіп қал. Соңғы рет айтам. Кетесің бе, жоқ па? Саған бауыр бас қалыппын. Кеткім келіп тұрған жоқ. Ай, миссыз, ай. Мына миссызды маған жабыстырып қойған қаршы. Не болды? Жалтақтап кеттің ғой, а? Жан деген тәтті. Солай ма? Ит жоқта шошқырайын деді ме? Қорқпа. Өлетін болсам, мен сені өзіммен бірге алып кетем. Қазір ішіне шөріппені бассаң, бұл жерде жалғыз өлетін сен ғана. Не оттап тұрсың? Қаруың жеңіл ме? Сезіп тұрсың ба? Әрине сезіп тұрсың. Үшеумізде 3 тапанша. Бар жоқ 8 оқ. Сол 8 оқтың барлығы менде. Сенің қаруыңда оғы жоқ. Алдап тұрсың. Тексеріп көр. Өзің ағыптаса алмайсың. Жоқ. Сен маған тірдей керексің. Әкең келген кезде керек боласың. Ат тастағым келмейді әрине. Бірақ амал қалдырмасаң, атам. Өтірікші ай. Алдап кетейін дедің, ә? Алдай алмайсың. Мен өтірікті көзден көрем. Сен оқты қай тапаншаға салғанды шатастырып алдың. Содан кейін өзіңе сенімсіз болып тұрсың. Я, білгем. Сонда, үшеуміздің бірімізде ғана ататын тапанша. А? Бұл жағдай одан сайын қызық бола бастады ма қалай? Мен тәуекелге дайынмын. Көр.
Ай, қаншер-ай. Өлмейсің. Жаңа түсіріп алыпсың. Рахмет. Мынаның қолын байлап тастау керек. Микош! Микош! О, қалайсың, Микош? Қалай? Кеттік. Жоқ, бармаймын, өздерің бара беріңдер. Неге? Үйдегілерін жібермей жатыр ма? Жоқ, бүгін өзім барғым келіп тұрған жоқ. Жарайды, өзің біл, біз кет. Басқа амал болған жоқ бұл жерде өкшемен ұрып кеткеннен басқа. Разумеется, это будет сказываться на игроках Кайратов. Может быть, этим объясняется большое количество. Непредопадений! Вагнер Лав! Ой-ой-ой! Микош! С близкого расстояния! Кел көмектесіп жіберші. Вколотить мяч! Микош. Қорқып тұрған жоқсың ба? Алло, Жоқ, тыңдап тұрмын. қарап отырсың екеуіне. Ешқайда қаша алмайды. Не істеу керек екенін білесің ғой. Жақсы. Предопадений! Вагнер Лав! Ой-ой-ой! Тут с близкого расстояния буквально мог вколотить мяч! Қандай жоспарың бар? Ерғали бірінші келсе араласпаймын. Мәжит келетін болса көмектесемін. Жоқ, сен түсінбедің. Ана екеуінің көзін қалай құртамыз? Тоқта. Сен сөмген Ерғалиға берем дедің ғой. Неге ойыңды өзгерттің? Мен баламның қоқыс төскенін қаламаймын. Былай істейік. Сен сөмкені аласың да көмек шақыруға барасың. Ал мен осында қалам. Уақыт барынша созам. Көмек қазір келіп қалу керек. Бағана хабарласқам. Олар келем дегенше табан жағдағы оқтарды екіге бөліп қойық. Солар қарсы тұрамыз. Олар қашан келеді? Ескі жолға түсіп қалған болу керек. Қоңырау шал. Қай жерде келе жатыр екен? Не болды? Қазір. Олардың келмейтін екеуміз де түсініп тұрмыз ғой. Мә.
Тезірек келе отырсам. Шын үлгереді деп ойлайсың ба? Ол маңызды емес. Ең бастысы Серғали сөмкені ала алмайды. Алло, Данияр, қайда жоқ болып кеттің? сендер қайдасыңдар? Келе жатсыңдар ма? Хабарламаңды көрдік. Әлі сол үйдесіңдер ме? Иә, Онда біз жарты сағатта боламыз сол жерде. қабылданды. Данияр, ана Базаралы мәжітке жұмыс істейді екен. Білем, күтем сендерді. Кім, біреу келді ме? Құдай берген, Айта бер. бастай берсең болады. Сөмке қайда? Қазір менде емес. Бірақ әйел мен баламды босатсаң, тауып берем. Үйді қарап шығыңдар. Сен не? Менімен ойнайын дедің бе? Қайда дейім? Сөмке жоқ. Алып келіңдер бері. Жанкүйерлерде бір оянғандай болды естіңіздер. Ал енді нағыз биг драма шоу басталады. Керемет, бірінші раунд. Ренжімеш бауырым. Байқамай сырып кеттің көлігіңді. Өзіңде қалай қойғансың? Бол, тез. Ешкім шақырмай өзіміз шеше салайық, ә? Керек емес жүре бер. Жоқ, ұят болады. Тым болмағанда бояуының ақшасын төлейін. Шамамен қанша шығады мына жерде? Қажет емес деймін саған. Болмаса жүрші. Көрші бауырым, айналмалы нөмір бар. Бір пайдаңа жарар, жүрші. Өзіңнен көрін. Болмаса руың жазбасаң да болады. Қалай? Әдемі, ә, қырыш? Ha, бауырым? Бауырым? Жақып, аналардың шаруасын бітір. Бауырым? Бауырым? Қашып кетті. Ай, сүміле қайда қарап жүрсің? Тез тап. Бейшар. Бәрібір сөйлемей қоймайсың. Қайда? Қайда дейін?
мүмкін тағы. Жіберіңдер. Шоқанды алып беріңдер. Дайын болыңдар. Ergali, ақылмен жейік. Қан төгіс болмасын. Сөмкен әкел. Берме сөмкен. Көзін құрту керек бұны. Сен тыныш тұр. Алдымен Шоқанды жібер. Сөмкеніміз тастап кетеміз. Жарайды. Қазір. Кезек сенікі. Жүр. Мен өзім үшін өмір сүріп көрмеппін. Жасаған жақсылығымды да, жамандығымды да өзім біліп жасамадым. Арқалаған жүгім де ауыр. Күн сайын салмақтанып барады. Кезіккен әр бұрылыста арқаңдағын тастап кетуге тырысасың. Бірақ басында салмағы білінбегенмен уақыт өткен соң бұрыннан бетер ауырлайды. Өз басымнан өткен. Арқама түскен салмағым аздай, маған елдің жүгін көтер дейді. Менің ойымша бұның бәрі бос әңгіме. Қазір біреуді біреу ойлайтын заман өтті. Әркім өз басына әрең алып жүр. Қазір қандай жолмен ақша тапқаның маңызды емес. Күніңді қалай көріп жүргенің маңызды. Бұл жалғыз менің ойым емес. Сол үшін ешкімге де кідіруге болмайды. Тек дұрыс шешім жасау керек. Сен немесе басқалардың өмірі. Мен осы жерден жеңілгенімді мойындаймын. Өз пайдам үшін жасаған әр ісіме жауап беретін уақыт келді. Көтер қолыңды! Онсыз да көп қателіктің сорына баттым. Осыған дейін олыма да ештеңе үйрете алмадым. Әке болып, ақыл айтпақ түгіл бір рет сабағын қаратып көрген емеспін. Маған қарап өссе ертең кім болады? Неге сенеді? Жасаған жақсылығымның оралатыны рас болса, мен қазір өзгеруге дайынмын. Тым болмаса балам жақсылықтың барына сенетін болады.
жүгімді жеңілдететін уақыт келді.